Қандай әдемі болып түскен май. Аппақ үлпілдек мақтадай болып шығады. Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз ешкінің айранынан май шайқайтын боламыз. Мына маслобойкамен май шайқаймыз. Яғни май аламыз. Бұл жерде бізде ешкінің айраны үйде тұрып, холодильникте тұрып, әбден жиналған. Жалпы 12 литр айран бұл жерде. Мынау 6 литр, мыналар 3 литрдан. Осы айрандарымызды кезекпен құйып аламыз. Бисмилля. Және соңғы айран. Енді осы айранның үстіне шамамен 2-3 литрдей салқын су құямыз. Осы ыдыстардың ішін шаймалап 12 литрге шамамен 2-3 литр су құятын боламыз. Мына жерде бізде 2 литрден аса су. Қазір айранның үстіне құямыз. Бұл өзі маслобойкамыз 25 литрлік. 2,5 литр суымызды құйдық. Енді маслобойканы қосып, шамамен 30-40 минуттай шайқаймыз. Мінекей, қазір қосып көрсетейін сіздерге. Етін жоқ қойған дұрыс, сол кезде шашырап кетпейді. Майымыздың шайқалып жатқанына 35 минуттан асты. Мінекей, осылай әдемі болып майымыз қалқып бетіне шықты. Қазір енді салқын қолымызбен салқын суға жуып әбден ыдысқа салып аламыз. Майымызды міне осындай ыдыс алып келдім. Қазір соған қалқып алатын боламыз. Қандай әдемі болып түскен май. Негізі майды ұзақ шайқамау керек екен. Алдыңғы жолы мен 1 сағатқа қойып шайқадым. Сол кезде осылай майдың басы бірікпей әрең алған едім. Негізінде олай ұзақ шайқаудың қажеті жоқ екен. Қазір қараңыздар, басы бірігіп әдемі болып алдым жатыр. Мінекей. Иә, қолың тірті. Қолың тірті. Мінекей. Ешкінің майы негізі осындай ақшыл түсті болады. Сиырдікіндей сап-сары болмайды. Аппақ үлпілдек мақтадай болып шығады. 12 литр айраннан қанша май шыққанын өлшеп көрсетемін. Алған майымыз. Енді осы майды салқын сумен 1-2 рет жуып аламыз. Осылай 1-2 қайтара жуып, суын төгеміз. Енді осы майды татымына қарай аздап тұз қосып араластырып алайық. Содан кейін өлшейтін боламыз. Міне таразымды дайындап қойдым. Мынау қаймақтың ыдысы. Қазір өлшеп көреміз. 420 грамм. 12 литрден 420 грамм осындай сары май алдық ешкінің сүтінен, ешкінің айранынан. Бұны морозилькаға қойып, мұздатқышқа қойып қатырамыз. Қыстың күні бұйырса, балалар рахатын көреді, Алла қаласа. Мінекей, маслобойкадағы айранның бәрін қазанға құйдым. Енді қазір астына от жағып, осылай бір бұрқытып аламыз. Бүгін бізде ауа райы өте керемет болып тұр. Түске дейін ысығанмен, түстен кейін осылай бұлттанып, салқын түсіп, әдемі болып тұр. Ана жақта құртымыз қайнап, отымыз жанып жатыр.
Мінекей құртымыз қайнап шықты. Енді бұны қалтаға құямыз.